Сәлем, бұл Миратрикс. Мұнда біз киноны талқылаймыз. Отандық кинотеатрларда «Игроманка» атты фильм жүріп жатыр. Бір қарағанда қызығушылық тудырмайды, алайда фильмнің отандық кино тарихында ойып алатын орны бар көрінеді. Өз басыма солай көрінді. Қазір бәрін толық айтып берем. Негізі соңғы жылдары лудомания тақырыбын көтеретін көркем туындылар көбейіп жатыр. Сәлемнің игрогы болды, Зеро дилогиясы болды, жақын арада Азартник деген фильмге шолу жасағанмын. Олардың барлығы бірдей деуге болады. Әрине бұл дүниелерді жасаған авторларды кемсіткім келіп жатқан жоқ. Авторлық көзқарастары, түрлі сапасы, актерлік шеберлік, мазмұны түрлі деңгейде. Менің айтайын дегенім сюжеттің завязкасы. Бір жігіт құмарлығын контрольда ұстай алмайды, содан косякқа кіреді де одан шығуға ұмтылады. Фильм сол туралы. Кез келген сол жаңағы төбеде айтылған туындыны алатын болсақ, завязкасы тура сондай. Көрерменге жеткізетін басты месседж құмарлық ол жаман. Игроманка әрине бір қарағанда олардан алыс кеткен жоқ. Сюжеттің шет жағын ашайын. Қазақстандық жемқордың қызы Жұлдыз ойынға тәуелділікке бой алдырғаннан кейін өмірінің түбіне түседі. Ол ірі компаниядағы жұмысынан айырылады, қарызға батады, туыстары мен жақындары теріс айналады одан. Ал сот шешімінен кейін ол жалғыз ұлынан да айырылады. Баласынан айырылғаннан соң Жұлдыз тегін оңалту орталығына барып, сабырлылық сертификатын алмақ болады. Сол сертификатты алмаса, бала оған қайтып келмейді. Сол жерде ол өз тәуелдігін мойындап, ұзақ және ауыр сауығу жолын бастайды. Байқадыңыздар ма? Мұндағы оқиға криминалға жақындаған кейіпкердің айналасында емес, өмірін құртып алып, жалғыз қалған әйелдің айналасында өрбиді. Желіде неге әйелді лудоман қылып қойды деп шулап жатқандар көп. Маған бұл жайт дөрекі көрінбейді. Сюжеттік тұрғыдан басты кейіпкердің әйел болғаны қайта оқиғаға ерекшелік қосады. Ол туралы біраздан соң толық айтып беремін. Ары қарай сюжетті талдаудан бұрын фильм авторларына назар аударайық. Игроманканың сценаристері де, продюсерлері де әйелдер. Онысы керемет деп ойлаймын, елімізде әйелдердің оқиғасын айтып беретін фильмдер көп емес. Кейбір деректерде сценаристердің бірі осындай құмарлықтан құтылған дейді, ол да фильмге ерекшелік қосатыны сөзсіз. Фильмнің режиссері Алдияр Байракимов. Бұған дейін ол «Паралимпиец» деген фильм түсірген. Көрмеген болсаңыздар кеңес берем, онда Асқар Ильясов аяғынан айырылған спортшыны ойнайды. Игроманка фильмі құрылымы жағынан сол «Паралимпийцке» ұқсас. Екі фильмде де кейіпкерге қиындықтарды жеңуге шағын бір команда көмектеседі. Ал ең жүректі толқытатын сахналарда Орынханның нәзікте үміт сыйлайтын әндері естіледі. Содан болар фильмдердің қалдыратын әсерлері де бірдей. Кинотеатрдан шығып, кез келген тығырықтан шығуға болады деген үміт пайда болады іште. Игроманканың неге әйел екен сұрағына тағы бір жауапты сыншы Ғалия Байжанова берген секілді. Басты кейіпкер Жұлдыздың күресуге себеп болатын адамы бар, ол баласы. Егер басты кейіпкер ер адам болғанда, оның тоқтау мотивациясы әлдеқайда күрделірек болар еді. Себебі лудоманияға шалдыққан ер адамдардың көпшілігі өмірін балалар үшін өзгертеді деу қиын. Мұндай адамдар үшін бала әрдайым сенімді ынталандырушы бола бермейді. Бұл оймен келіспеу мүмкін емес деп ойлаймын. Сендер қалай ойлайсыңдар? Ойларыңызды комментарийге жаза кетіңіздер. Фильмнің кастына да назар аударған жөн, басты кейіпкерді Гүзел Жан деген актриса сомдайды. Ол Қазақстанда туылып, актерлік шеберлігін Германияда танытқан жан. Өз рөлін керемет ойнап шықты деп ауыз толтыра айтуға болады. Оның тренерін ойнайтын Жалғас Жанғазин да өз орнында. Менің ойымша бұл жігіт жақын арада киномыздың басты актерлерінің біріне айналады. Скрин жасап қойыңыздар дегенекші. Бақтияр Қожанды фильмде көргенде қуанып кеткенім бар. Соңғы жылдары бұл кісі жобалардан көрінбей кеткен. Фильмнің структурасына оралсақ, Игроманка ойынға тәуелділік туралы кино емес, өзгерісті керек еткен адам туралы. Мұндағы Рихаб балабақша секілді. Кейбіреулер үшін Рихабтағы мамандар тым жақсы болып көрінуі мүмкін. Әншейінде ондай жерде жатқан адамдар ондай мамандардың қатыгез екендеріне шағымданатыны бар, естуімше. Алайда бұл фильмнің жеткізейін деген ойы, ойынға тәуелді кісілер әлі де бала болып қалған адамдар. Жұлдыз да сондай. Оның әкесімен мәселелері бар екен, және ол негізінде әкесінің назарын қажет еткен кішкентай қыз бала болып қалған екен. Оның әкесінің назарын аударудың жалғыз жолы оған мәселелер туғызу. Автор бұл ойды нығайту үшін немқұрайлы әкені депутат қылып қойды. Яғни барлық тәуелділер балалар. Енді ол өз баласы үшін есею жолына тұру керек. Игроманканың басқа лудомания тақырыбындағы фильмдерден айырмашылығы да сондай. Мұнда құмарлықтың қаншалықты нашар екені, неге алып келетіні туралы айтылмайды.
Бұл өзгерем деген адам қадам жасаса кез келген тығырықтан шыға алады деген ұғымды растайтын кино. Әрине, фильм мінсіз емес, онда да талай кемшіліктер табуға болады. Мысалы, фильм бойынша ерлер әйел бола тұра мұндайға салынғаның не деген қысым көрсетеді, бірақ ақырында басты кейіпкер патриархалды қоғамға басын иеді десек болады. Онысы кей көрерменге ұнамайтыны түсінікті, дегенмен ондай ойлардың көтеріліп жатқанының өзі киноның дамуына деген үлес. Мұндай ауыр тақырыпты көтеретін кино үшін игроманка тым ертегілеу болып көрінуі мүмкін. Ол енді авторлардың ойды жеткізу тәсілі. Біреуге ұнаса, енді біреуге ұнамайды. Бірінші аптасында жинаған 13 миллионын ескерсек, көпшілікке ұнамаған да секілді. Дегенмен фильм көруге тұрарлық, қолдауға тұрарлық туынды. Кейін комментарийде талқылап тастауға болатын туынды. Басқа менің айтарым жоқ. Келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.